Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі видео сабағымызда онтогенез тақырыбын әрмен қарай жалғастырамыз. Яғни бүгінгі тақырыбымыз ол өсімдік онтогенезі. Жалпы кейбір зерттеулер бойынша, ғалымдардың зерттеулері бойынша, деректер бойынша осы өсімдіктердің онтогенезінің кезеңдерін дәстүрлі түрде 4-5 этапқа, яғни 4-5 кезеңге бөліп қарастырады екен. Ал біз бүгінгі видео сабақта 5 кезеңге бөліп қарастырамыз. Яғни алғашқысы ол эмбриональды кезең, ерте даму кезеңі, көбею және де ересек, сонымен қатар қартаю кезеңі. Енді бұл суретте жаңағы этаптары көрсетілген. Мысалы, біз алғашқысы эмбриональды және де ерте даму кезеңіне тоқталайық. Бұл бізде А этапы болып табылады. Яғни бұл этаптың басты ерекшелігі өсімдіктердегі жаңағы өсімдіктің тамыршасының, тұқымының және де сабақшасының жетілуі болып табылады. Сонымен қатар бұл этапта эндосперм, яғни өсімдіктердегі қоректік негізгі қор заты жиналатын болып табылады. Және де ол ерте дамуына өткеннен кейін жаңағы тұқым ұрығы жеке ағза болып жетілгеннен кейін және де өз бетінше қоректене алғаннан кейін бұл этап аяқталады. Және де жаңа этапқа көтеріледі. Ол этап бізде ересек кезең деп аталынады. Яғни ол бұл этапында көрсетілген. Ересек кезеңде негізінен бұл генеративтік даму сатысына дейінгі кезең. Яғни бұл кезеңнің ерекшелігі гүлді өсімдіктердегі гүлдің жетілуін айтсақ болады. Мысалы, суретте біз гүл жетілу процесін байқап тұрмыз. Және де келесі этап ол көбею және де өсу этапы. Бұл бізде С әрпімен белгіленген. Яғни бұл этапта негізінен жаңағы генеративтік саты туындайды. Яғни бұл жерде жынысты көбею фазасы жүзеге асады. Яғни ұрықтанудың, тозаңданудың есебінен өсімдіктерде, гүлді өсімдіктерде жемістің түзілуімен аяқталатын этап болып табылады. Және де ең соңғы этап ол қартаю этапы. Яғни қартаю процесі кезінде өсімдіктердегі тұқым, жеміс барлығы да жетілуін тоқтатады. Және де бұл жерде өсімдік ағзасындағы жасушалар да, ұлпалар да өзінің жұмысын баяулатып, жұмыстарын мүлде тоқтатады. Яғни бұл өсімдіктердегі қартаю этапы, яғни қартаю процесі болып табылады. Жалпы біз бүгінгі видео сабақта қысқаша әрі нақты түрде өсімдіктердегі негізгі көбею сатыларына тоқталдық, яғни онтогенез жетілу сатыларына тоқталдық. Негізінен 5 кезеңге бөліп қарастырдық. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ түсінікті болса, онда комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.